жалғасуда. Біздің студиямызға келіп отырған қонақпен өздеріңізді қонақтармен таныстыра кетейін. Студиямыздың қонақтары Ермеков Нұрмұхамбет Тұрлыұлы, Қазақ технология және бизнес университетінің ақпараттық технологиялар кафедрасының профессоры, және сонымен қатар Мәметова Сәния Сүлейменқызы, Қазақ технология және бизнес университетінің баспасөз орталығының басшысы, саясаттану саласы бойынша PhD докторы. Қош келдіңіздер біздің студиямызға. Аға, енді әңгімені алдымен өзіңізден бастағым келіп отыр. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай жалпы ақпараттық технологиялар саласында бір жаңалық енгізіп жатсыздар. Сонымен бөлісе отырсаңыз. Құрметті қауым, біздің мына келіп отырған мақсатымыз, біз уже 2 жыл болды біздің университетте, кафедрада бір жаңадан инновациялық курсты жасап отырмыз. Ол ауылдың мектептеріне арналған. Ауылды болғанда бәр жерде жүруге болады, бірақ негізгі ойымызда ауылдың мектептері, сол шалғайдағы мектептер, қазақ балалары, соларды қалай дамытамыз деген сөз. Ол курс 2-ші, 3-ші, 4-ші класста жүреді. Бастауыш сыныпта. Бастауыш сыныпта, иә. Ол курс Американың Scratch деген программасына негізделген. Ол программа 150 мемлекетте жүреді, 40 тілде жүреді. Мен жақында ғана Москвада конференцияда болдым. Былтырда болған, соның бәрін көріп, былтырдан бері соны осы бізге енгізсек пе деген арманмен жүргем. Аға, енді осы бағдарламаға орай арнайы сіз кітап жаздыңыз, солай ғой? Енді сол бағдарлама орай біріншіден сол Scratch деген программа біз қазақшаландырдық. Енді 40 тілдің ішіне қазақ тілі астына қосылады, қазақ тілінде жұмыс істеуге болады. Командалардың бәрі қазақ тілінде, соған оқулық жаздық. Балалар өзіміз оригинальный оқулық жазып отырмыз. Практикумы бар, методикасы бар. Біздің оқулық, мына 2-ші класстың оқулығы. 2-ші класстың оқулығы мінекей. Шет елдің кітаптары сияқты түрлі түсті. Сәния, беріңізші, бір тағы. Мен мынаны әдейі операторларға көрсеткім келіп отыр, егерде алып көрсетсе. Себебі шалғай жатқан ауылдардағы ата-аналар, мұғалімдер, мектеп директорлары осыны ескерсе, байқаса, бүгінгі бағдарламамыз арқылы көрсе деген ниет. Енді жалпы скретчпен танысу дейді. Бұл енді жаңа технологиялар, яғни бұл жердегі мақсат. Сәния, енді өзіңізден сұрағым келіп отыр. Жалпы мақсаты қандай? Бұл баланың логикасын дамыту ма? Жоқ, барынша оның табиғатын ашу. Солай ма? Ең алдымен қайырлы күн, құрметті көрермендер, Қаракөз ханым. Сіздерге үлкен рахмет, осындай біздің технологиямызға арнайы уақыт бөліп, халықпен таныстырып атқандарыңызға үлкен алғысымызды айтамыз. Еліміздің 25 жылдығы алда келе жатқан құтты болсын, баянды болсын деген келеді. Бүгінгі біздің технологиямыз мақсаты, жаңа аға айтып өтті ғой енді, баланың логикасын дамытсақ. Қазіргі шалғай ауылдағы мектептерде бар, ақша бөлініп жатыр, компьютер бар, технология, интерактив тақта бар. Енді соны біз пайдалануымыз керек қой. Сол мектептерін ұмытпай, ауыл мектептерін сол кісілермен байланыста болып, баланың логикасын дамытып, сол мектептер арасында бір-бірін байланыстырып, түрлі жаңа конкурстар ұйымдастырып, біз мына жақтан Астанадан қарап отырсақ, сол балаларды мына бағдарламаны енгізіп, сол байланыс жасағымыз келеді, баланың логикасын дамытып. Жақсы баланың логикасы дамыған, өз мамандығына берілген баладан керемет маман шығады деп ойлаймын. Оның үстінде бұл 4-ші сыныпқа дейін біз анықтасақ, кейін біз жерде керемет бір информатик маман деп не істемейміз. Айтып отырмын ғой, логикасы жақсы дамыған баладан ол барлық саладан алып кетеді деп ойлаймын. Яғни кез келген мамандықтың жақсы иесі бола алады. Иә. Солай ғой. Енді өзіңіз жаңа айтып кеттіңіз, шынында да қаладағы мектептерге көзқарас басқаша, ал шалғай ауылдарда кішкене сыртта қалып жатады. Осы бастамаларыңыз өте керемет. Біз деген бұл бағдарлама жазылды, бітті жоқ. Бұл кәдімгідей жаңағы шет елдерде Мәскеу қаласында үлкен конференцияларда кәдімгідей секция болып, бұның жаңашылдығымен халықты таныстырып отыруымыз керек. Олар сөйтіп мынандай болып жатыр деп айтады. Сәния ханым, енді ең бастысы сіз осы жұмыс істеп отырған жаңағы Қазақ технология және бизнес университеті, сіздер бірнеше мектепті, я болмаса солармен қарым-қатынас жасап, шартқа отырып, өздеріңіз қадағалап, компьютер арқылы онлайн режимында жақсылап барлығын көре аласыздар ма? Не болып жатыр? Қалай енгізіледі? Бұның бастамасы қазір Астана
қаласы бойынша 2 мектепте жүріп жатыр. Сонымен қатар жаңа айтып өткендей, негізгі мақсатымыз емін еркін өмір сүрген. Мысалы, біз қазір оқу орталықтарына балам ағылшын үйрен, математика үйрен, балада балалық шақ бар ма, мысалы, дұрыс заман ағынан қалмау керек. Ал бірақ кезіндегі осы студияда болған дара жылдағы Асқар аға мен Мұхтар абай аға, мысалы, далада мықты математиктар әлемді аузына қаратып отыр. Сәния, кешірім сұраймын, сөзіңізді бөліп атқаныма. Хабарласып отырған көрерменіміз бар екен. Тыңдай отырайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Таңшолпан бағдарламасының құрметті көрермендері. Таңшолпан бағдарламасы біздің қанша жылдан бері осы күнделікті көретін сүйікті бағдарламамыздың бірі десем, енді өтірік айтпаймын. Рахмет. Бүгінгі келіп отқан қонақтарымыздың қазіргі студия қонағына өзімнің бір тілегім десем де болады. Енді осындай тәуелсіздікті алғаннан кейін қазақ тілінде осындай балаларға арналған танымдық кітаптар шығып жатқаны бізді қуантады. Әрине, ата-аналар өзімен, ата-аналар тарапынан айтатын болсам, мысалға, бұндай кітаптар енді шыны керек, біз осы Астана қаласында тұрмаймыз, басқа жақта, басқа өңірде тұрамыз. Сондықтан бұндай кітаптарды осы шалғайдағыларға адамдар қалай алады бұндай кітаптарды? Неше данамен шықты, мысалға, бір көп шықты ма, біздің қолымыз жете ма деген менің сұрағым бар еді осыған. Рахмет хабарласқаныңызға. Міне, шалғай ауылдан мұғалім сияқты хабарласып отырған ата-ананың атынан да өзі алғысын білдіріп жатыр. Қалай алуға болады? Қалай іске қосу керек аға? Бұл біздің ойымызша біз оны кеңінен енгіземіз деп отырмыз. Бізге енді мына белсенді жігіттердің, бизнесмендердің, сол ауылдан туып өскен нелердің көмегі керек болып отыр. Біз мысалы университетте портал жасап, бүткіл сол жұмысты басқарайық деп отырмыз. Бұның ерекшелігін айтайын деп отырмын. Бұл 2-3 класста мына скриппен бағдарлама үйренеді, цифровой творчество үйренеді. 4 класста робототехника жүреді, осының айналасында. Мысалы, мына қаланың балаларым жерде центр бар, не бар, бәрі көреді. Ауылда ештеңе жоқ. Сол біздің не арқылы, сол жаңағы бүткіл инновациялық программаны сол ауылдан шықпай-ақ сөйлерін үйреніп аламыз деп отырмыз. Аға, өте дұрыс айтып отырсыз, себебі? Тағы бір несі бар. Бұны енді оқушыларға үйрететін бастауыш мектептің мұғалімі өзі информатик емес. Біз оны үйретіп жібереміз. Содан кейін бұл жерде екінші мәселе шешіледі. Бұл мұғалімдардың компьютерлік құзырлықтарын дамытады. Сол екінші мақсат. Бір жағынан мұғалімдерді дамытады, екінші жағынан информатика сабағынан беретін ұстаз керек емес, бастауыш сыныптың мұғалімі береді. Баланың психологиясын біледі. Яғни сіздерге негізі бұл бағдарламаны білім министрлігі арқылы өткізу керек болып тұр ғой. Сол сіздердің көмектеріңіз керек болып отыр, бұл айтсақ. Яғни бұны ақпарат құралдары кәдімгідей біраз жарнамалау керек болып тұр. Оның үстіне бұл жерде біз білім бағдарламасына бір енгізбей, біз сынып сағаттары қосалқы болады ғой. Сол кезде баламен, бұл жерде бала мышкамен ойнап отырып, жаңа мультфильм сурет салып отырып, өзінің ойын жеткізеді, мысалы, компьютер арқылы, мысалы. Он бала, мысалы, бір 20-10 күнде өзі қалып кетеді. Оның үстіне, жаңа айтып өттік қой, бұл жерде баланың біздің ең негізгі мақсатымыз қазір неше түрлі сайттар бар, біз ата-ана күні бойы жұмыста, бала өмін еркіні. Соған бала кішкене атыс шабысты көреді, бала агрессивный болады, мысалы. Жаңа қатыгездікке болдырмау үшін бала сонда бір пайдалы нәрсемен ойнайды. Сәния, сонымен қатар осы керемет бағдарлама. Бұл енді Windows тағысын тағы дегендей компьютерлік бағдарламалар сияқты арнайы технологиялар ғой. Бүгінгі күні біздің мемлекетімізде айтылып жатыр. Инновациялық технологияларды енгізу керек. Міне соның бірден бір дәлелі. Екіншіден, осы үш тілділікті айтылып жатқан жоқ па? Соған септігі бар ма? Бар болғанда бұл программа, просто кешіріңіздер, бұл программа бірден сразу ағылшын, орыс, қазақ тілінде жүре алады. Қазақ тілін қосады, керек болса ағылшын тілін шығарады, орыс тілін шығарады, сол үшеуімен жұмыс істейді. Тағы да айтайын деген, мен просто маман болғаннан кейін бір негізгісін айтайын деп отырмын та. Бұл бала, бұл не үшін енгізіп отырмыз? Бұл баланы дамыту үшін, содан кейін бұл баланы уже өзінің сол 2-3 кластағы оқуына көмектеседі, проект жасайды. Балалар мұғалім қарамағымен сол проектілер жасап, дүние танудан, қазақ тілден, математикадан сөйтіп шығара береді. Түсінікті. Аға, енді шындығын айту керек, оқулықтар әрине әртүрлі. 40 тілде аударылды дедіңіз ғой. 41-ші болып қазақ тіліне енгізіп отырсыздар өздеріңіз. Бұл енді біздің өзі салт дәстүрімізге, санамызға қарай, балаларға мейлінше жетімді болатындай, біздің тарихымызды ескере отырып,
қазаққа бейімделіп жасалған оқулық емес Дұрыс қой. Жақсы. Келейік. Бүгін біздің студиямызға келгендеріңізге көптен көп рахмет. Қадірлі көрермен, студиямыздың қонағы болған Қазақ технология және бизнес университетінің ақпараттық технологиялар кафедрасының профессоры Ермеков Нұрмұхамбет Тұрлыұлы келген болатын, және Қазақ технология бизнес университетінің баспасөз орталығының басшысы, саясаттану саласының PhD докторы Мәметова Сәния Сүлейменқызы. Көптен көп рахмет. Болашақта әлі де жүздесеміз деген ойдамыз. Әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде.